Әйелде ондай жоқ. Әйел эмоциональный. Міне бізде особенно религиозный спикерлердің айтатыны, әйел ол эмоциональный. Ол шешім шығарамайды. Ал еркек вот ол шешім шығарады екен. Наконец-то енді муфтият та сотқа береді, егер де біреу осындай әңгіме айтса. Енді ислам дініне, имамдарға, болмаса ұстаздарға негізсіз әңгіме айтылатын болса, негізсіз уәждер, мысалы кішкентай балаларды қинап оқытқызады, болмаса әйел адамдарға мынағыдай осындай бір қорлық жасайды деген сияқты негізсіз әңгіме айтылатын болса, онда муфтият та заңды түрде сол адамдарды сотқа беретін болады. Енді дінге тіл тигізгендер заңмен жазаланады. Әлеуметтік желіде исламға, Құранға, имамдарға қатысты ауыр айып таққандарды муфтият сотқа бермек. 8-ші діни құндылықтарды бұрмалап, араңдатушылық ақпарат таратқандар заң алдында жауап береді. Бұл жерден біз нені түсінеміз? Қазақстан Республикасы бұл басқару жүйесіне келетін болсақ, зайырлы басқару жүйесін ұстанады. Яғни бұл жерде мұсылман адам болсын, болмаса мұсылман емес, басқа діндегілер, болса дінсіз болсын, барлығына адамгершілік жағынан әрбір адамның жеке сезімін, сондай жеке ұстанымдарын қорғау бойынша осындай мәселелерді сақтайды. Сондықтан құқықтарымызды біліп жүрейік. Біреу егер ислам дінінен негізсіз әңгіме айтатын болса, сізде осындай құқық бар екенін ұмытпауыңыз керек.